міне шамалы жарқылау керек. Абрам мінекей осында үйдің рекламасына келгенбіз. Мінекей отыратын, шай ішіп отыратын жері. Үйіміз сатылады, ремонты жақсы. Бірден мейманханасына өтеміз. Осындай мейманхана мінекей. Үйімізде мінекей көріп тұрғаныңыздай кондиционері қалады екен. Үйіміздің ремонты болады, орташа жақсы жағдайда. Ондан соң бұл тарапта кішігірім мінекей мини залы бар. Көріп тұрғаныңыздай. Бұл тарапында болса, әдеттегідей сол баяғы сөзім, қаласаңыз детский қыласыз, қаласаңыз спальный қыласыз, енді өзіңіздің еркіңізге қарап қоя бересіз. Үйдің иесінің айтуы бойынша, мінекей бұл тарапы бұрын кухня болған екен. Бірақ отдельный спальный я детский қылуға болады. Егер кухня қыламыз десеңіз, мінекей қазір кеп тұрды, бірақ кухнясы арғы тарапта. Қазір көрсетеміз. Ал онда кірген жеріне шығамыз. Кірген жерінде осындай мінекей кең тапшан, машин, сиса, гараж, осындай қолай жер әзіз достар. Ондан соң бұл тарапында мінекей асхана бөлмесі. Көріп шығамыз. Әзіз достар, үйіміздің бағасы 400 миллион айтылады. Әлбетте келісімлі. Экранға номер қоямыз. Үйдің иесі 300 миллионның дөңгелегіне саудасы бар деп отыр. Енді бәлкім оннан арзан келісіп береді, білмеймін, бірақ экрандағы номерге хабарласамыз, келісеміз деп отыр. Бұл тарапында туалет, ваннясы арестон қойылған, туалеті, душевой бар. Үйіміздің сыртқы көрінісі мінекей осындай әзіз достар. Так, жайласқан жеріміз Іспес мектептің артында. Бұл тарапымыз мінекей бұрынғы аэропортқа қарай кетіп баратқан жолда. Іспес мектептен ана Кольцовой ма домалақ жерден бұрылғанда шеп қапталда бірінші поворот, неге бірінші, екінші, үш, төртінші екен алжаспасам. ДАМАЗ 5 жүреді. Құласы бұл көшеден маршрут 5-ші номердегі маршрут жүреді екен. Кіріп шығатын жолы да жақсы. Үйіміз арзан ба, қымбат ба, комментарияға ойыңызды жазамыз. Сіз алсаңыз неше сомға алатын болар едіңіз? Оны да комментарияға жазып кетеміз.